Ел халқына шат-шадыман, күлкі мен тыныш өмір сыйлайтын әскерлердің атқаратын қызметтері ұшан теңіз. Армиядағы айбынын асқақтататын сардарлар мен сарбаздарға қандай құрмет көрсетсек те жарасады. Сіздерді бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтай отырып, зор денсаулық, қажымас қайрат, жанұяларыңызға бақыт пен шаттық тілейміз. 7 мамыр отан мемлекеттік мүдде, саяси қауіпсіздік пен дербестікті қорғайтын отан қорғаушылар күні. Бұл күн бейбітшіл елдің тыныштығын әуеде, құрлықта, теңізде қорғап, әрбір әскери қызметші үшін ерекше күн. Отан қорғаушы қандай қасиетті де құдіретті сөз. Өзін ер азаматпын деп санайтын, кеудесінде намысы, жүрегінде оты бар әрбір жан үшін ең басты адами міндет, ең басты парыз осы. Біздің елімізде отан қорғаушылар күні 7 мамырда атап өтіледі. Ардақты ағайындар, Қазақстан әскері мемлекетіміздің тәуелсіздігі мен тыныштығының кепілі. Сондықтан осындай қиын кезде біздер үшін алғы шепте жүрген отан қорғаушы әскерлерге және де полиция қызметкерлеріне зор алғысымызды білдіреміз. Құрметті ер азаматтар, біз сіздерден үлгі алып, сіздер сияқты намысшыл, адал, қайсар мінезді сарбаздар болып өсеміз. Әр сүйем жер үшін ата-баба қуансын, жаудан көздің қара шыңдай сақтап келе жатқан еңсеге бойлы ерлерді, жау жүрек, қайсар мінезді сарбаздарымызды бүгінгі мерекелерімен құттықтап, зор денсаулық, қажымас қайрат, жанұяларына баянды бақыт тілейміз. Ардақты әкелер, Асқар ауылды аталар мен бауырлар, сіздерді 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Аға ұрпақ пен жас буын отанымызды қорғап, қызметтеріне айтулы үлес қосқанын біз әрқашанда мақтан тұтамыз. Еліміздің өркендеуі жолында атқарып жатқан игі қызметтеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, мол бақыт пен бейбіт ғұмыр тілейміз.